Айналайын халқым, сіздер кімге барып жолымда шықсам, кімнен барып ана дертіме шипа сұрап жатырмын, кімнің батасын сатып алып жатырмын деп ойланасыздар ма? Кімге барып жүрсіздер? Жаңағы қатынға ма? Қазақта сөз бар, іріген ауыздан шіріген сөз шығады деп. Ішінің бәрі ірің, аузының бәрі шірік қатыннан ба? Анандай аузының бәрі былапыт, ішінің бәрі негатив адамның батасы қабыл болады деп ойлайсыздар ма? Жолыңды ашатын да, жолыңды жабатын да, дұғаңды қабыл қылатын да, батаңды ақ қылатын да, өміріңді гүлдендіретін де тек қана Алла. Тек қана бір Алла. Өзіңнің ниетіңе қарай береді. Өзіңнің еңбегіңе, әрекетіңе қарай жемісін көресің. Жаратқан тұрған кезде жаратылғандардан не сұрайсың? Ол да сен сияқты адам ғой. Әкесінің аузы Қытайдың затын сатпағанда ақсүйексіңдер ма? Барлықтан бір Францияның жаңағындай корольдердің әулетінде өмірге келіп, жеті ата-бабаң король болып, өмір бойы европейский кәмпиттер жеп, европейский заттарды қолданып келе жатсыңдар ма? Қойшы, міне Қытай, мін дамбалым Қытай. Бәрін Қытайдың мусорын тасып бізге қарай деп, ойбай ішінде әкешің мұрап саған Европаның заттарын қалдырып кетті ме не? Сияқтан заказ беріп, сабының, зубный пастың, киімің, нәскиің, түрсең бәрін сияқтан әкеп жатсың ба? Халқым, өткен стористі көрдіңіздер, иә? Кеше мен бардым, негізі менің ондағы барудағы мақсатым тек қана 4 балаға жөргек алып бару, памперс алып бару болған. Содан кейін отбасының өте ауыр жағдайда екенін көріп, мен қалтамда бар ақшамды сол кісілерге беріп кеттім, иә. Кішігірім көмек болсын деп. Әрине, ол кісіге де бір қатты мұқтаж кезде үлкен көмектей көрініп, шын маған алғысын білдіріп көзіне жас алып жатады. Шында да жағдай қиын, иә. 4 бала, бәрі памперсте, ерекше балалар бар, иә. Жолдасы курьер болып жұмыс жасайды екен жеткізу қызметінде. Өзі 4 баламен үйде, ана балаларды емдеу керек, дамыту керек, қатарына қосу керек деген секілді. Небәрі менен бір 3-4 жасқана үлкен келіншек. Сол отбасыға барып келгенден кейін менің ойымнан кетпей қойды. Кешеден бері. Содан кейін көпшілігіңіз баспаналық лайық деген екенсіздер. Мен халықтан ешқандай сбор жинамаймын. Біздің мұқтаж отбасыларды баспаналық ету жолын бастаған кезімізде біздің мақсатымыз 100 отбасы болды. 100 отбасыны баспаналық қылдық, Алланың қалауымен, көптің халықтың қолдауымен. Одан кейін мен тоқтадым. Тоқтаған себебімді де білесіздер, ойбай, ішіп қойды, жеп қойды, ырыспала сен қоя салшы дедіңіздер. Қоя салдым, мен мақұл қойдым. Мені қойдырып жасап жатқан ешқайсысы жоқ. Бәрінікі әшейін былшылдаған бос әңгіме.